Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ең дәмді, ең тәтті, үлпілдеп тұратын тоқаштар рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, шекер, тұз, ашытқы, сұйық май, жылы сүт, жылы су және ұн. Алдымен шекер мен жұмыртқаны біркелкі болғанша араластырамыз. Су, сұйық май, сүт, ашытқыны қосып біркелкі етіп араластырып, оған аз-аздан ұн қосып, қамыр илейміз. Илеп болған соң қамырды 1 сағатқа көтерілгенше жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтерілген соң әр бөлікке бөліп тоқаш дайындаймыз. Тоқаштар біркелкі болу үшін әр қамырды таразыға өлшеп алсақ болады. Мендегі әр бөлік қамырлар 55 граммнан. Тоқаштардың формасын өз қалауларыңызша әртүрлі етіп жасасаңыздар болады. Осылай қамырды алып, ортасын сәл ашып, ішіне шоколад жасақ болады. Тәтті тоқаштарды жасап болған соң, қамыр көтерілгенше бетіне сәл сұйық майды жағып қойып қоямыз. Тәтті тоқаштарымыз көтерілген соң, бетіне жұмыртқаның сарысы мен кішкене сүтті қосып, бетіне азырақ жағып шығамыз. Және сәндік үшін макты сепсек болады. Алдын ала қыздырылған пешке 180 градусқа 15-20 минут пісіреміз. Міне тәтті тоқаштарымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыздар.